Негізгі 5 институт бар ғой. Сазгер, ақын, өңдеуші, әнші, звукорежиссер деген. Мінекей осы бестіктің тәжірибелілігіне, дарындылығына, сауаттылығына және де халықтың жүрегін түсінетіндігіне тікелей байланысты. 2005 жылдары мен шыққан кезде менімен қатарласып Нұржан Қалжан шықты. Мысалы, мен айтшы, жаным, тек шыныңды, менімен бірдей бұлбұл құсым жырақтама деп Нұржан Қалжан деген мен бауырым шықты. Менен кейін 2 айдан кейін Қайрат Нұртас шықты. Мысалға, арман адастырмай мені қоя тұр деген сияқты. Мысалы, барлық лирикалық әндер сол заманда хит болатын еді. Қазіргі таңда, мысалға, іс-шараға шақыратын болса, билететін әндеріңіз бар ма деп сұрақ қояды. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Ал әндері нағыз хитке айналып, шоу-бизнесте тасы өрге домалаған әншілер қатарына кімдерді қосасыз? Олардың аттарын атамай-ақ, түстерін түстемей-ақ, мен жалпы бүгін таңда қабілеті бар және іскерлігі бар, еңбекқорлығы бар жігіттің барлығы да елге танылып, өзінің нәпақасын тауып жүр, Құдайға шүкір. Өзімнің үздік көлігімде көп тыңдайтын әншілерім, жасырмаймын да, әрқашан айтам. Маған Марсельдің 2 әні ұнайды, Айқынның 1-2 әні ұнайды. Жалпы Айқынның творчествосы ұнайды маған. Айқын ән таңдауы ұнайды. Өйткені заманауи, талғам жақса. Ән іздеген кезде әнге деген бір несі жақсандай. Сезім талғылығы бар да, хит болады ау деген. Мысалға, Қайраттың соңғы шығарған жүрегіңді ұстап тұрып жылайтын. Ал еліміздің мәдениет қайраткері Құдайберген Бекіш ағамыз жақсы әндердің бағасын білет. Оның ойынша халықтың қошеметіне бөленетін әннің жетістігін тағы бір мәрте қайталау қиынға соғады. Мәселен, Құдайберген ағаның Қуырмаш әннің хитке айналғаны соншалық, ол тіпті пародияның нысанына да айналған болатын. Жақсы әндер өмірде бір-ақ рет болады ғой. Одан кейін енді мен өмірімде сол бір-ақ рет сол бір-ақ ән айттым, Қуырмашты. Сол қазір міне сол Қуырмаш артымнан қалмай келе жатыр. Қайда барсам Қуырмаш дейді. Ол Қуырмашқа да 30 жыл болып кетті. Сол кезде туған балдардың күйеуге шықты, әйел алды, балалары бар. Сол Қуырмаш болғандар. Қуырмаш ол әлі де қалмайды деген дүниемен, өйткені ол әнде қазақи рух бар, қазақи айтайын деген ой бар, қазақи кереметтілік бар, қазақи сөз бар. Енді оның композиторы Нұрлан Байгөзов, сөзі Өкім Жайлауов ағамыздікі. Ол әнге де 30 жылдай уақыт болыпты. Қазіргі заманда жастарға мынандай, өздері үшін мақтаныш шығар, өзіміз аранжировка жазамыз, өзіміз ән шығарамыз, өзіміз сөзін жазамыз, өзіміз орындаймыз дейді. Мақұл. Сонда ақын не істеу керек? Ақын да өзі ән жазып, өзі ән айтып, сахнаға шығу керек. Яғни қазіргі заманның жастарының ойы, әрбір әнші өзі композитор болу керек, өзі ақын болу керек, өзі биші болу керек, өзі орындаушы болу керек та. Ондай адамдарды алатын болсақ, онда бір эстрадамызда бір 15 па адам қалатын шығар. Өйткені ақындарың ән айтпайды, әншілерің сөз жазбайды. Мысалға, жаза берсін. Бірақ оның үйтіп жазғанын не қажеті бар жаңағыдай? Сен, мен, күн, ай, жан, күн деген сондай болады ғой эстраданың бәрі. Содан соң сол сапаның бәрі менің ойымша содан құрып атымыз. Әннің білікті менеджментсіз хитке айналуы өте күмәнді. Жаңадан шыққан туындыны телевизия мен радио кеңістігіне шығарып, ротацияға өткізу арқылы ғана оны көпшіліктің көзайымына айналдыруға болады. Ал мұның барлығы әншінің продюсерінің қалтасының қалыңдығына келіп тіреледі. Алайда бұл тек ақшаның ғана көмегімен танылып, атақты болуға мүмкіндік бар деген сөз емес.
Дарынды әнші болсаң, сенің орындаған әнің әр сәтте хитке айналуы мүмкін. Бұл тек орындаушының бағына ғана байланысты. Ал өнер иелерінің ойынша, отандық шоу-бизнесте қандай музыкалық бағыт жетіспейді. Құдайберген ағамыздың кесіндегі хит әндерге деген талап та, сұраныс та өзгеше болса керек. Ал қазіргі заманның жас толқынының пікіріне құлақ түрсек. Халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген Джахалиптің ойынша, отандық шоу-бизнеске не жетіспейді? Ол қай әншілердің орындауындағы әндерді хит деп қабылдайды? Все идет только на корпоративный. Бізге заманауи музыка жетіспейді. Барлығы корпоративті салаға негізделген. Яғни, той мен үйлену салтанаттарына ғана. Баяғы кездері Ваня Бреусов пен Мақпал Исабекова сапалы, мықты туындылар жасаған еді. Қазір барлығы бұдан көп ақша таппайтынын түсініп, қолдарын бір сілтеп, той тақырыбына ауысып кетті. Жаңа, заманауи сәнді бағыттар жетіспейді. Біздегі future bass, трэп, хип-хоп, поп-рок музыка бағыттарындағы бос орындарды толтырып, оларды дамыта түсу керек. Нужно выходить в это. Если чё, баха. Ал Алтынбек Ташымбетовтің ойынша, қазіргі күні әнге қойылар талап өзгеріп, лирикалық сарындағы туындылардан гөрі халық әзіл әрі жеңіл дүниелерді оңай қабылдайды екен. Әртүрлі ән бола берген дұрыс деп ойлаймын. Мен әзіл ән, баяғыда енді тек қана сабырлы, байсалды әндер болса, қазір кішкенде күлдіргі әндер, енді мағыналы әндер де шығып жатыр ғой, ол жоқ деп айтамайсың, арасында солай кішкене қазіргі заманауи жаргон десек те болады ғой, мысалға. Бәрі зың ғой деп күнделікті өмірде қолданатын сөз. Мысалға, Нұржанның да әні кішкене дейді саған әнін арнап қара бала дейді. Ар жақта Айқынның сөздігі ақша біздікі жүрек қой деген сияқты әндер. Мысалға, Марселдікі бұл өмірде сан тараулы жол бар деген сияқты. Сондай әндерде мысалы ол тойға барса, мысалы, керемет тойда бәркім билейтін шығар, бірақ ала сұрып ортаға шығып шаңын шығаратын әндеріміз кішкене стильдері басқа. Мысалы, Қайраттың да жаңағы жүрегіңді ұстап тұрып деген әндері, мысалы, қалай керемет стилі бойынша бейнебаянда жақсы шыққан. Мен жастарға тыңдамаңдар, я болмаса халыққа тыңдамаңдар бұл әндерді деп мен айта алмаймын. Өйткені мен әншімін. Халық өзі таңдап алу керек. Халық өзі сарапқа салу керек. Енді 1 жылдық, 2 жылдық әндер ғой. Дегенмен де 1-2 жылдың ішінде тілі шығып жүрген жаңадан тілдер шыққанда айтатын өлеңдер зың дың болатын болса, ол жақсылыққа апармайды. Қазіргі күннің хит әні мен осыдан 10 жыл бұрын хитке айналған туындының айырмашылығы жер мен көктей. Бәлкім тыңдарманның талғамы өзгерген болар. Немесе халыққа ән ұсынатын композиторлер мен әншілердің шығармашылық идеяларда тоқырауға ұшыраған болар. Біреуге топырақ шашудан аулақпыз. Алайда 2-3 нотадан ғана құралып, мән мазмұны жоқ әндердің көбейгенін бұдан артық қалай түсіндіруге болады. Заман өзгерер, 10-20 жылдан кейін біздің ұрпағымыз қандай ән тыңдап, оны хит деп есептерін кім білсін. Әнші 2000-ші жылдарды отандық шоу-бизнесте лирикалық әндердің нағыз хитке айналған кезеңі деп санайды. Дәл сол мерзімде әншінің халықтың жүрегін бірден жаулап алған Айтшы жаным әні шыққан болатын. Екі 2004, 2005, 2006 ыңғай сол лирикалық әндер тыңдайтын уақыт қой, сол хит әндердің барлығы. Нұртас, Қайрат Нұртасың да сол кезде шықты, Нұржан Қалжан шықты. Барлығы сол кездегі баяғының бәрі хит болды. Жалғыз Аққу шықты, мысалға. Сол бір заманда тыңдайтын әндер еді. Ғажайып күй деген ән болды. Бәрі қосылып караокеларда қазір айтып жүрген сол әндердің бәрі кезінде сол бір жылдары хит болған. Клибі бейнебаяны 2006-та шыққан, мысалға Айтшы жаным.
Әртістер арасында да өзара хиті бар және хиті жоқ әнші деп бөліну мен менсінбеушіліктің болатынын Тәшімбетов мырза жасырмай айтты. Тіпті осы мәселе бойынша Алтынбектің қитығына да тиген сәттер де болған екен. Бір жігіттің инстаграмда оқып қалдым да, хит әншілермен деп жазып қойыпты да. Қарасам енді өнердегі бауырларым енді қазіргі енді шығып жатқан. Астына жазып жадым, енді хит болғанда ішінде бір-екеу шығар, қалғандары хит емес шығар десем, бірдеңке сізге қарағанда бірдеңке дедім, бірдеңке деп жазды. Сосын жазып жібергем, егер хитпен санасатын болсаң, менің бір басымда 3-4 хит бар деп. Егер хитпен санасатын болсақ, мен ана жердегі 3-4 әншінің орнында бір өзім отыратын ғой деген сияқты. Менің шығарған дүнием бір жерде қалмаса болды, сол мақсатым. Жарық көріп, құлақ көрерменге барса, бірақ мен өзімнің өте талғаммен қараймын әншілердің өзімнің көбісін тыңдай алмаймын, тыңдағым келмейді. Мен өзіме ұнамайтын әншіні еш уақытта тыңдамаймын. Ащы шындық аяңдаптан санаға жетті, әркімнің өз шындығы бар. Алайда біздегі шындық біреу ақ, ол ащы шындық. Аман болыңыз, сәлеміңізде шын болсын. Бұл да менің шын сөзім.